Әдебиет ұлттың жаны. Ыбырай Алтынсарин. Бір уыс мақта. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен, шешесі қасына отырып ақыл айтыпты. О балам, дүниедегі жаратылған жанды жансыздардың ешқайсының да керексіз болып жерде қалатыны болмайды депті. Сол сөзді айтып отырғанда, қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастайды. Әже, осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қоймас дейді. Шешесі, жоқ балам, ол да жерде қалмайды дейді. Осылайша сөйлесіп терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп, ұшыра жөнеліпті. Мұны бір торғай көріп, қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп алады да ұшып кетеді. Қыз әжесінен, апа, манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті, оны не қылады деп сұрайды. Сонда әжесі, көрдің бе құлыным, күн айналмай манағы айтқан сөздің келгенін, ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді депті. Рух KZ. Ұлттық құндылықтар тоғысқан арна.